Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздерге арпамен жасалынатын рассольник сорпасының жасалу рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Бұл сорпаның ең басты құпиясымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен қазанымызға салқын суды құйып, қазанға етімізді салып, оның үстіне арпамызды да қоса бірге салып қайнатамыз, қыздар. Мұнда арпаның қайнау уақыты ұзақ болғандықтан етпен бірге пісіреміз. Татымына қарай тұзымызды, болгар бұрышын, помидорымызды саламыз. Менде жаздан қатырып қойған помидор, болгар бұрыштары. Бір бас жуамызды видеода көргендеріңіздей тураймыз. Және де ортанша сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Міне менде соломка ретінде осылай ұзыншалап өткіздім. Енді осыны табамызға аздап сұйық майымызды құйып, табамызға 10 минут шамасында қуырамыз. Қыздармен арнама жазылып, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздерге ең қызықты деген рецептермен бөлісемін. Татымына қарай тұзымызды және бір ас қасық қызанақ пастасын саламыз. Осыны тағы да бір қуырып аламыз. Ендігі кезекте тамағымыздың картобын тураймыз. Міне видеода көргендеріңіздей картоптарымызды 4 бұрышты етіп тураймыз. Картопымыздың барлығын кубиктап турап шығамыз, қыздар. Осылайша барлық картоптарымды турап алдым. Қыздар, менде мұнда етім шамамен 1 сағаттай қайнап пісті. Еттерімді сүзіп алып, кішкене үстіне қайнаған ыстық су құйып, жаңағы картоптарымды саламын. Енді картоптарды салып болған соң, жаңағы еттерімізді, сүйектен еттерімді түсіріп алып, осы еттердің барлығын кубиктап, жаңағы картоптың пішімімен келтіріп, 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Осылайша барлық еттерімізді кубиктап турап алып шығамыз. Енді осы туралған еттерімізді сорпамызға саламыз. Еттен кейін жаңағы қуырып алған жуамыз бен сәбізімізді саламыз. Бір араластырамыз. Осы кезде сәбізіміздің түсі сорпаға шығып, сорпамыз қызарып, әдемі болады. Ендігі кезекте тұздалған қиярымызды алып, оны да жаңағыдай кубиктап турап шығамыз. Барлық қиярларымызды турап шығамыз. Қыздар, егерде осы рецепт сіздерге ұнаған болса, астына комментарий бөліміне өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Қиярымызды сорпаға салып, үлкен кесемен 1 кесе осы тұздалған қиярдың суынан құямыз. Қыздар, осы су біздің сорпамыздың дәмін келтіреді. Біздің осы рассольник сорпамыздың ең басты дәмін келтіретін фишкамыз ол біздің жаңағы тұздалған қиярдың суы болып табылады. Ұмытпай міндетті түрде құйып, осылайша жасап көріңіздер, қыздар. Өте дәмді, күшті болып шығатыны сөзсіз. Маған да ұнайды. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер.